Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді балалық шақтың печеньесі орешки жасайтын боламыз. Шын айтқанда өте жеңіл рецепт және де сіздің қолыңыздан міндетті түрде келеді. Сондықтан ары қарай көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға 180 грамм жұмсартылған май саламыз. Майды немесе ерсеңіз болады, бірақ міндетті түрде жұмсақ болу керек. Қатты майды салмаймыз. Енді осылай вилкамен еземіз. Одан кейін өз қалауыңызша мөлшерді өзіңіз таңдап қант қосамыз. Мен 110 граммдай қостым. Енді осы массаны жақсылап вилкамен еземіз. Қарап тұрғандарыңыздай, бұл рецептте тіпті венчиктің өзі керек емес. Және де кішкене тұз қосамыз. Өйстіп жай ғана араластырып шығамыз. Мен қантты жақсылап қосып араластырғаннан кейін осы массаға 2 жұмыртқа қосамыз және де тағы да жай ғана араластыра саламыз. Алдын ала ұнымызды дайындап қоямыз. Ұнды ситадан алдын ала өткізу керек. Ұнды массаның консистенциясына қарап мөлшерін білеміз. Мен бұл рецептте 400-450 граммдай ұнды қолданамын. Әрқашан әртүрлі граммовка болып шығады. Енді 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз міндетті түрде. Және де қалауыңызша ваниль немесе ванильный сахар қоссаңыз болады. Міне қамырымыз почти дайын. Мен араластыру қиындай түскенде, ары қарай жай ғана қолмен жұмсақ қамыр еземіз. Негізі бұл қамыр өте жеңіл еленеді. Және де тоңазытқышқа 15-30 минутқа қоямыз. Одан кейін тоңазытқыштан шыққан қамырымызды домалақ формаларға ағылып, орешницада пісіреміз. Міне барлық орешектарымыз пісіп үлгерді. Енді одан кейін шетіндегі артығын алып тастаймыз. Креміне жай ғана вареная сгущенка қолданамын. Және де үгіндінің кішкене бір бөлігін қостым, бірақ бұл міндетті емес. Жай ғана вареная сгущенканы өзін ғана қоссаңыз болады. Өйстіп араластырып, әр орешектің ішіне салып, 2 бөлікті бір-біріне келетін бөліктерін тауып, өйстіп қосамыз. Өте жеңіл жасалады. Міне барлық орешектарымызды өйстіп тез-тез жасап шығамыз. Міне орешектарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап, рецепті сақтап қойыңыз.